Сәлеметсіздер ме оқушылар? 5-ші сыныптың қазақ тілі сабағына қош келдіңіздер. Сіздермен бірге қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі Ситалиева Шамшырақ. Біз бүгін бос уақыт және хобби атты 5-ші бөлімді өтеміз. Бұл бөлімде сіздер уақытты тиімді ұйымдастыру ерекшеліктері мен уақытты қадірлей білу керектігімен танысасыздар. Ендеше 5-ші бөлімнің 1-ші сабағын бастаймыз. Оқушылар, экрандағы суреттер арқылы бүгінгі сабақ тақырыбына болжам жасайық. Экранға назар аударсаңыздар, құм сағат, сағат бақытымен қозғалып бара жатқан адамды, сағат уақытын тоқтатпақ болған адамның суретін көріп отырсыздар. Осы суреттерде ортақ тақырып не деп ойлайсыздар? Жарайсыздар балалар, өз болжамдарыңызды дұрыс айттыңыздар. Сабағымыздың тақырыбы уақыт алға жетелейді. Сабағымыздың мақсаты мәтін мазмұны негізінде сұрақтарға жауап бересіздер. Көтерілген мәселе жөнінде өз ойларыңызды айтасыздар. Жұрнақ жалғану арқылы жасалған туынды сөздерді және күрделі сөздерді жазбаша жұмыста қолданасыздар. Оқушылар, ми шабуыл әдісі арқылы сұрақтарға жауап берейік. Уақытты тиімді өткізу дегенді қалай түсінесіздер? Жарайсыздар балалар, өте жақсы жауап. Қалай ойлайсыздар, уақытты жоспарламаса не болуы мүмкін? Өте жақсы, дұрыс айтасыздар балалар. Уақытты жоспарламаса үлгермеушілік болады. Өз уақытымды тиімді өткіземін деп ойлайсыз ба? Жарайсыздар балалар, өз уақыттарыңызды тиімді өткізеді екенсіздер. Оқушылар, келесі тапсырмаға көшейік. Мәтінді мұқият тыңдап, мәтін мазмұны негізінде сұрақтарға жауап беріңіздер. Әрбір адам өз өмірінің бір күнін, бір сағатын бос өткізбеу керек. Біз үшін әрбір уақыт қадірлі, себебі уақыт бізбен санаспайды, жылжып өтіп кетеді. Өз болашағыңа жауапкершілікпен қарайтын адам уақытын құр өткізбеуге, кемелдендіруге, ізденіске жұмсайды. Әлі уақыт бар ғой деп бүгінгі істі ертеңге қалдырып жатамыз. Бірақ өмір қамшының сабындай ғана, ол біреу-ақ. Зымырай шапқан асаудың мойнындағы арқандай шұбатылып, ол тез кетпек. Оны өз тұсынан өте бергенде бас салмасаң, өтіп кеткеннен кейін қусаң да жете алмайсың. Адам баласы байлығынан, бақ-дәулетінен айырылғанда қатты налиды, ал асыл уақытының мән-мағынасыз өтіп жатқанын елең қылмайды. Расында да, біз өтіп жатқан уақыттың қадірін біле бермейміз. Көбінесе уақыт өтіп кеткеннен кейін ғана ақырамыз. Өмірдің әрбір сәтін бір күндік қызықтармен ғана қор қылмай, келешекке көз жүгіртіп, өмірді сәнді, мәнді, мазмұнды өткізе білуіміз керек. Ал енді оқушылар, мәтін мазмұны бойынша мына сұрақтарға жауап беріп көрейік. Уақыт қандай күш? Екінші сұрақ. Оның құдіреті неде? Үшінші сұрақ. Адам уақытты қалай жұмсауы керек? Оқушылар, жауаптарыңыз дайын болса, ықтимал жауаптармен салыстырып көрейік. Уақыт қандай күш? Уақыт адамды алға жетелеуші күш. Оның құдіреті неде? Бағалай білсең басыңа бақ қонады, арманыңа жетесің. Адам уақытты қалай жұмсауы керек? Өзі үшін де, өзгелері үшін де игіліктер жасауға жұмсауы керек. Оқушылар, оқу мақсатына жету үшін келесі тапсырманы орындаймыз. Мәтінді екінші рет тыңдаңыздар. Мәтіндегі көтерілген мәселені анықтап, оны кестенің көтерілген мәселе бағанына, ал сол мәселеге өз пікірлеріңізді менің пікірім бағанына жазыңыздар.
Оқушылар, жауаптарыңыз дайын болды деген ойдамын. Жауаптарыңызды ықтимал жауаппен салыстырып көріңіздер. Мәтіндегі көтерілген мәселе, адам баласына берілген баға жетпес құндылық, уақытты бағалай білу және уақытыңды пайдалы іске жұмсап, өзіңе де өзгеге де игілікті іс қылу. Осы көтерілген мәселеге өз пікірлеріңізді білдіргендеріңізге сенімдімін. Келесі кезекте ережеге назар аударайық. Түбір сөзге жұрнақ жалғану арқылы жасалған сөздер туынды сөздер деп аталады. Туынды сөздер екі түрлі жолмен жасалады. Лексикалық жолмен, жұрнақ жалғану арқылы. Жұрнақ жалғану арқылы жасалған туынды сөздер. Түбір сөздерге сөз тудырушы жұрнақта жалғанғанда жаңа мағыналы сөздер жасалады. Әнші, қуаныш, көрме. Оқушылар, әнші сөзіне назар аударайық. Ән, не, зат есім, мағынасы әуенмен айтылатын өлең түрі. Ш, жұрнағы әнші сөзіне жалғанып, жаңа мағыналы сөз тудырыптыр. Әнші, әнді нақышына келтіріп орындайтын адам. Оқушылар, ереже түсінікті болды ма? Олай болса, тапсырма орындайық. Үлгіге сүйене отырып, берілген сөздердің қалай жасалып тұрғанын анықтап, сөйлем құраңыздар. Сіздерге ұсынылатын сөздер мақтаншақ, еріншек, балалық, құндылық. Балалар, тапсырманы аяқтап болсаңыздар, ықтимал жауаппен салыстырып көріңіздер. Жарайсыздар оқушылар. Жауаптарыңыз ықтимал жауаппен сәйкес келді деп ойлаймын. Оқушылар, сабағымыздың аяғына да келіп жеттік. Кері байланыс үшін жетістік баспалдағынан өтейік. Бүгінгі сабақ бойынша өзіңіздің қай баспалдақта тұрғаныңызды айтып беріңіз. Уақыт дүниедегі ең қымбат нәрсе болғандықтан оны алтынға бағалаймыз. Уақытты меңгере алмаған адам жетістікке еш жете алмайды. Сондықтан оқушылар, уақыттың қадірін бағалай білейік деп сабағымызды қорытындылаймын.